Жыл сайын 1993 жылдан бастап Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының шешімі бойынша 15 мамырда халықаралық отбасы күні атап өтіледі. Отбасы және отбасылық құндылықтар бұл кез келген адамның өмірі қалыптасатын маңызды іргетас. Отбасы бұл біз жақсы көретін, үлгі алатын, біз қамқорлық жасайтын, шын көңілімізбен жақсылықпен бақыт тілейтін жақын жандар. Дәл осы отбасында біз сүйіспеншілікті, жауапкершілікті, қамқорлық пен құрметтеуді үйренеміз. Отбасы ғасырлар дәстүрлерін сақтайтын мемлекеттің тірегі мен күші. Отбасындағы махаббат әлемнің негізі. Бала отбасындағы басты байлық. Отбасында өзара түсіністік орнаған кезде бүкіл әлем сіздің қолыңызда. Бүгін осы биік ұғымды Шығыс Қазақстан өнер музейінің коллекциясынан алынған қазақстандық суретшілеріміз өз жұмыстарында бізге қалай жеткізгенін айтып береміз. Қазақстандағы заманауи отбасы тақырыбына арналған жұмыстардан өскемендік суретші Ғабдылмәди Меркасимовтың «Отбасы» атты картинасын ерекше атауға болады. Бірлескен отбасылық трапезадағы осы тұрмыстық көріністе көп жылу, адамгершілік және терең ой бар. Суретші от көрінетін пештің ашық есігін текке бейнелемейді. Ол пештің есігінен қайта оралу мәні бар отбасылық ошаққа айналған от көрінеді. Жас шопанның таңертеңі атты Ария Школьныйдың туындысында жас отбасын жан жылуымен және көрінбейтін жалынмен жылытатын трапезасы бейнеленген. Бұл суретте әкесі, анасы, әр адамның өміріндегі бағалы ең қымбат кішкентай бір жасар баласы бейнеленген. Кез келген отбасы дүниеге келіп, адам немесе мемлекет сияқты дамиды. Біздің суретшілеріміздің туындыларында отбасы өмірінің түрлі кезеңдері бейнеленген. Оның басы жас алматылық Сәуле Сүлейменова Базарғалиеваның «Құдалар» атты көркем суреті. Абай заманының әсем киімдеріндегі үш әйел фигурасы бейнеленген. Олар көрермендерді талғампаз, жағымсыз көзқараспен таң қалдырады. Ал олар қызбен құдаласуға келді, неге күлімсіремейді? Суретшінің бейнесін түсіну үшін қазақ дәстүрі бойынша қызбен алыс ауылдан құдаласатынын еске алу керек. Сондықтан бұл әйелдер басқа текті бейтаныс жандар. Олар мен көрермендер арасында осындай алшақтық бейнеленген. Біздің жерлесіміз Қайсан Қадырбековтың «Қоштасу» картинасында қалыңдықтың туған отбасымен қоштасуына арналған қойылымы көңілден шықты. Барлық туыстарының, әжесінің, кішкентай ұлдың, киіз үйдің қасында тұрған кішкентай сіңілісінің, анасының және қыздың қасында тұрған әпкесінің бейнелерінде қимастық бар. Өйткені қыз жат жұрттық. Өскемендік суретші Шангерей Ибраевтың «Бесік» акварельдік жұмысы көп балалы отбасынан көрініс. Бұл отбасылық қалыптасудың келесі кезеңі. Кез келген отбасы одағын құрудың басты асыл мақсаты жас ұрпақты тәрбиелеу және ұрпағына бірлесіп қамқорлық жасау. Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл толуына орай Абайдың отбасы тақырыбына арналған Мәди Қайырханның «Бала Абай» атты көркем картинасы бізге ақынның балалық жасындағы бейнесін көрсетеді. Оның әкесі Құнанбай, әжесі Зере, болашақ ағартушының гуманист бұл ақынның мінезін қалыптастыруға үлкен әсер етті. Гүлнар Бекбердинованың
Абай балаларды мектепке апарады картинасы Абайдың халық ағарту ісіне қосқан сенімі туралы еске салады. Отбасы тақырыбына арналған суреттер арасында ана туралы, жас ұрпақты тәрбиелеудегі әйелдің рөлі туралы сюжеттер көп. Біздің онлайн көрмеде әртүрлі жастағы әйел бейнелерін көреміз. Міне жас ана баласы қалай суға шомылып жатқанын қарап тұр. Ержан Тұрғанбаевтың ана бақыты картинасы пейзаж және көрініс композициясы бойынша өте қарапайым. Алайда мұнда жеке сезім, отбасылық бақыт сезімі соншалықты көп. Шаймардан Сариевтің немерелері мен әжесінің портреті және Қайсар Қадырбековтің Дәріш әже көркем портреттерінде әжелер мен балалар бейнесі ұсынылған. Екі жұмыста да стилистикаға өте жақын. Костюмдерде, кейіпкерлердің істерінде суретшілер отбасының ұлттық дәстүрлерін бейнелейді.